Сәлеметсіздер ме? Мен өндірістік оқыту шебері Сүлейменов Арман Белгібекович. Станокта іс тәжірибеден сабақ өткіземін. Бүгінгі тақырып токар станогының құрылысы, қызметі, түрлері. Токар станогының негізгі бөлшектері: алдыңғы тұғыр. Алдыңғы тұғырдың ішінде жылдамдық қорабы орналасқан. 8 жылдамдық бар, әртүрлі жылдамдық. Мынау токарный патрон, трехкулачковый дейді. Кулачоктары жұдықшалары алынбалы, салынбалы, прямой и обратный кулачок дейді. Мынау артқы тұғыр. Артқы тұғырға мынандай инструмент айналатын центр бекітуге болады. Болмаса патрон бекітуге болады. Болмаса серлоның өзін бекітуге болады. Артқы тұғыр алдыға, артқа жылжиды. Мынау фиксаторы. Келесі коробка подач дейді, беріліс қорабы. Мына жерден бастап, мына жерге дейін үш ойыннан жасалған бұл станина. Станинаның бетінде направляющий. Мына направляющиймен жылжиды, суппорт жылжиды. Екінші направляющиймен жылжиды, артқы тұғыр жылжиды. Мынау резцедержатель. 4 кескіш бекітуге болады, резец. Резецті жерге қоямыз, бір жағын биіктік шығарамыз. 2 болтпен, болмаса 3 болтпен. Кем дегенде 2-3 болтпен бекітеміз. Бір резец мұнда, екіншісі мына жерде, үшіншісі, төртіншісін бекітеміз. Мына рукояткімен резецті алдыға жылжытамыз, алдыға, артқа. Мына рукояткімен оңға, солға жылжыту арқылы да жұмыс істейміз. Қаншаға жылжығандығын бұл жерде лимп арқылы, мына лимп арқылы, болмаса мына лимп арқылы да бақылап отырамыз. Келесі. Алдыңғы тұмбы, артқы тұмбы, мына әрине тұрмыз. Ал защитный экран. Защитный экранды жаппайынша станок жұмыс істемейді. Қосамыз станокты. Қазір нейтралда тұр. Қызылға қостық. Жетісуге қойдық. Қазір қосылмайды. Жұмыстеу барысында тоқтату үшін да торымыз. Жоғары көтерсек, тұрайдыңады. Астыға бартай басса, кер аяды. Жұмыс біткен соң міндетті түрде защитный экранын ашып қою керек. Станокты нейтралка қою керек. Мынау местное освещение. Жұмыс барысында міндетті түрде осыны пайдалану керек. Арғаратай, мына жер жабық тұр. Мұны ходовой винт дейді. Қауіпсіздік ретінде бәрі жауып тастаған. Екінші вал ходовой вал. Ходовой вал. Үстіңгі жағын суппорт, астыңғы жағын фартук дейді. Мынаны суппорттың жоғарғы саласкысы конус өңдеуге арналған. Конус өңдеудің 5 әдісі бар. Соның да 3-ші әдісі мынаны пайдалану арқылы конус өңдеуге болады. Келесі. Ұзын деталь өңдеген кезде мынандай инструмент пайдаланамыз. Қозғалмайтын люнет. Оны станинаға бекітіп қоямыз да. Станинаға бекітіп. Ұзын деталь патронмен задний бапканың арасына ұзындығы оның диаметрінен 15 асып кетсе, ортасында бүйім майысуы мүмкін. Сондықтан да тіреу қоямыз. Қозғалмайтын тіреу деп аталатынын. Болмаса, мына люнет, қозғалатын люнет. Бұл суппортпен бірге, мына жерде 2 болтпен бекітіледі. Бүйімна экраннан өтеді, и суппортпен бірге қозғалып отырады. Мұны қозғалатын люнет дейміз. Осы тіреу. Токар станогының қызметі. Токар станогында айналатын детальдарды жонамыз. Не істеуге болады? Бұйымның бүйір бетін өңдеуге болады. Цилиндр бетін өңдеуге болады. Бұйымды тесуге болады. Тесікті ұлғайтуға болады. Кесіп тастауға болады. Сыртқы резбі сала аламыз, плашкаменен, болмаса да кескішпен. Ішкі резбі саламыз, мечікпен, болмаса резеспен. Мындай конус өңдеп аламыз.
конус өңдеудің 5 әдісі бар дедім. Мынандай жаңағы суппорттың жоғарғы жағын бұрау арқылы өңдеуге. Жаңағы задний баптауға салатын центрлерінде 2 түрі бар. Біреуі айланбайтын, екіншісі айланатын центр. Болмаса да қозғалмайтын дейді, қозғалатын центр дейді. Бұл екеуі жаңағы бұйым ұзын кезде майысып кетпеу үшін тіреу ретінде пайдаланған. Мынандай патронға қысылған бұйымды бекітетін мынандай арнайы кілт бар. Біреуі қауіпсіз кілт, екіншісі қауіпті кілт. Қауіпсіз дегеніміз кілтті өзінің тесігіне салып тартқаннан кейін кілтті абайсызда ұмытып кетсеңіз, ол өзі пружинаның әсерінен лақтырып жібереді. Екінші кілт бұл резисті бекітетін кілт. Резисті бекітетін кілт. Оның 4 құрылысы ішінде, мынанікі сыртында. Және мынандай монитор арқылы бақылауға болады. Мына көрсеткіш оңға, солға қаншаға жылжығанын көрсетіп отырады. Дәлдігі қандай дәлдікпен көрсетеді. Екіншісі поперечный подача еді, көлденең. Болмаса лимп пайдалануға болады, болмаса да мынадан қарау. Мынау конус өңдеген кезде конустың ұзындығы қаншаға жетеді. Қазір студенттер көбінесе бізде штангенсөрік арқылы бәрі бақылайды. Штангенсөрік және лимит арқылы. Мынау негізгі құрылысымен таныстыңыздар. Енді жұмыс барысында өздеріңіз көріп, қолмен ұстап, жақсылай танысып жатасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды.